Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз спорт, денсаулық кепілі. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Оқулықпен жұмыс. Өлеңді түсініп оқы. Білегінде бұлтыңдап, бұлшық еті ойнайды. Белдескенде қутыңдап, жеңіп шықпай қоймайды. Кіріп кетіп ішіңе аяқтан да шалады. Келіп қалса ыңғайға, жамбасқа алып ұрады. Жарыстарда жүлде алған, оған кім бар таласар? Балалар, қандай спорт түрі туралы жазылған? Дұрыс айтасыңдар, қазақша күрес. Өлеңге ат қойып көрейік. Өлең мазмұнын әңгімеле. Әне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жастарға қатысып, ең мықты деген балуанды жеңді. Содан соң оған қазағы беріліп, Қажымұқан атанды. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге жүрді. Мен осы көпшілік күттім. Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес jiu-jitsu әдісімен өтетін болса, қане, кім бар? Кілемге кім шығады менен? Мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан, күш білекте ғана болмай, үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жастың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның сыбықасы, нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Ду-қол шапалақ! Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық. Аттаңыздар! Намысты қолда берме, Мұқан! Қазақ ешқашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап жаз. Денсаулық, адам үшін, күту, пайдасы, денені шынықтыру, маңызы зор. Мен сенің тірек сөздерді дұрыс пайдаланып, өте жақсы мәтін құрып жазатыныңа сенімдімін. Келесі, 4-ші жаттығу. Берілген сөз бен буындардан мақал құрастыр. Сонымен бұл буындардан спорт, денсаулық кепілі деген мақал шығады екен. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.